Таргетолог өзіне айлық клиент табу үшін қандай офер жазғаны дұрыс? Сәлем достар, сіздермен бүгін байланыста үш кемпір. Бүгінгі сабақта осы тақырыпты шолитын боламыз, және де көп таргетологтың жазған оферлерін қарап, мен осы сабақты жазуым керек деп шештім достар. Сіздерге пайдалы болады деген ниеттемін. Жалпы сіз таргеттен хотя бы 2-3 курс оқыған болсаңыз, бірақ әлі күнге дейін 1-2 күнге клиенттен көз аша алмай келе жатсаңыз, клиенттен алған 5.000, 10.000 теңгені тиындап, ешнәрсеге жеткізе алмай жүрсеңіз, ел айтқандай, ел жасап жүргендей қаржылық еркіндікке шыға алмай жүрсеңіз, тіпті не только саяхат, тіпті қарыз кредитті жаба алмай жүрген болсаңыздар, достар, бүгінгі сабақ сіздерге бір пайдалы болады деген ниеттемін. Себебі бізге үлкен шектегі айлық клиенттерді алып табысымызды арттыру үшін қандай офер жазу керек, соның формуласын беретін боламын. Енді алдымен мен сіздерге мына идеяны жеткізгім келеді. Күндік клиенттен гөрі айлық клиент негізі әлде қайда тиімді. Көпшілік неден қорқады? Мен әлі таргетті дұрыс жүргізе алмаймын, нәтижесіне сенімді емеспін, айлық клиент алуға қорқақтайды. Негізі айлық клиентке как раз сіздің таргетіңіздің нәтижесі жақсы шығады. Өйткені 2-3 күндік таргеттен нәтиже қазір жоқ, достар, вообще жоқ. Ол жерде, в принципе, супер таргетолог болсаңыз да өте қиын күшті нәтиже шығару. Айлық клиентпен табыс тұрақталады, ай сайын новый клиент немесе күн сайын новый клиент іздеп жүрмейсіз. Сосын барып жұмыстың көлемі шынында келген кезде бірдей, бәріне баннер жаз, бәріне офер жаз, бірақ табысы 10 есе көп, яғни 5-10 мың теңге емес, уже 100 мың теңге, 150 мың теңге ала аласыздар. 5-6 айлық клиент ұстап жүрсеңіздер, өздеріңіздің тұрақты 500 мың, 600 мың теңге айлықтарыңыз, табыстарыңыз болады. Тіпті шектеңізді көтерсеңіздер, миллионға да шығуға болады осы 5-6 клиентпен. Жақсы ма? Жақсы. Қаладасыз ба, ауылдасыз ба, шетелдесіз бе, айырмашылығы жоқ, барлығымен жұмыс жасай бересіз. Әрине, содан бір уақыт көбейеді, наконец-то. Күніге жаңа клиент деп күніге жүгірудің қажеті жоқ. Бірақ көп таргетолог айлық клиент түгілі негізі күндік клиент таба алмай жүреді. Осы тұста ең басты қателік мен сіздерге айтарым офер деп. Әрине, одан этаптары көп негізінен. Бір офер жаздым, бір таргет жібердім, болды, шалқып жатам деген дүние жоқ. Білесіздер, таргет сатпайды, таргет сатып алғысы келетін клиенттердің назарын аудартады. Ал енді біздің көп таргетологтың оферіне қараймда, мынау целевой лид әкелмейді, целевой клиент әкелмейді. Неге десеңіздер, біздің оферлеріміз мынандай: таргетолог қызметіне 30% жеңілдік. Кәсібіңді таргетпен дамыт, күніге 50-ден аса клиент әкелемін. Немесе таргетолог ауыстырып шаршадың ба, якобы больға түсіп тұрмыз, мен целевой сапалы лид әкеп берем. Но видите, бұл өте жалпылама және де сіздің қызметіңізге бағытталған оферлер. Және де, достар, 1045 таргетологтың айтып атқан дүние. Сондықтан да бұл жерде біріншіден оферлер кімдерді қызықтырады білесіздер ма? Новичок кәсіпкерлерді қызықтырады, которые не платежбоспособны. Айлық тоқтаусыз таргет жіберуге, бюджетке де сіздің айлығыңызға да қаражат жетпейді, оларда өйткені 50-60 қана штук тауар бар деген секілді. Сондықтан да біз не істеп тұрмыз? Оферді толықтай қате жасап тұрмыз. Бұл офермен сіз, білмеймін, таргеттің настройкасын барлық құпияларын қолдансаңыз да айлық клиент таба алмайсыздар, өкінішке орай. Солай мынандай баннерлер жасап таргетке қосып жатады. Мен мыналардың ешқайсысын өзім жасаған жоқпын, барлығын осы таргеттен көрген адамдардан жинап алдым. Қарасаңыздар, енді баннердің дизайны да айтылатын әңгіме көп негізі, бірақ мен тек оферлерге тоқталамын. Баннердің дизайны өз бөлек әлем. Сізге таргетолог қажет пе? Қажет, бірақ білесіздер ма, тікелей былш жеткізгеннен гөрі негізі клиенттің микробольдармен айналып келген әлде қайда дұрыс, неге екенін қазір түсінесіздер. Сосын барып мынандай баннерлер бар, таргет рекламасы дұрыс емес, таргет еще мына жерде баннерде мүлдем біздің ұлттың адамы емес, немесе хотя бы Азия, орталық Азияның адамы емес. Сосын барып мынандай өте көп скриндар деген секілді. Бұлар қандай да степенде арзан лидтер, арзан клик беру мүмкін, достар, бірақ келген адамдардың ниеті білесіз ба, достар?
ниеті бағасын білу болады. Мына жерде жазып қоймын, жазған клиенттің ниеті просто бағасын білу, өйткені сіз қызметіңізді ұсынып тұрсыз, клиенттің болын емес. Сосын не істейді, келеді, жазады, бағасын біледі, сосын бәрі жоқ болып кетеді. Неге? Өйткені сізге ғана жазған жоқ, ол еще 4-5 таргетологқа жазды. Ішінен ең арзанын, ішінде ең артынан қалмайтынын бәлкім ол келсе, тіпті ешқайсымен де келіспейді, достар. Сондықтан да неге бұндай офферлер қате десеңіздер, достар, оффер новичок кәсіпкерлерге бағытталып тұр, біріншіден. Екіншіден, клиенттің ниетін осы оффер шығарып тұр негізінен, яғни бағасын білу деген. Ал үшіншіден, бол болса да өте үлкен бол, яғни таргетолог іздеп шаршадың ба, таргет нәтиже болмай жатыр ма, продажа болмай жатыр ма, не целевой лид келіп жатыр, барлығы ірі больдар, которые уже 1045 рет олар естіген, 1045 таргетолог немесе маркетолог, SMM, рилсмейкерлер айтқан, ойбай, біз қатырамыз, біз бүйтеміз, біз сөйтеміз, бұл проблеманы шешеміз, но ол бір сөзбен айтқанда көп платежбоспособный үлкен компаниялар бұл әдістердің көпшілігін қолданып қойғандықтан бұл болды былай айту негізі өтпейді. Енді өтімді оффер деген не десеңіздер, 1045 оның формуласы бар. Негізгі менің идеям ол не, достар, білесіз бе? Клиенттің болының жаңа шешімін уже офферде беру. А не так болын айтып келмей саған, күшті таргетолог болам емес. Яғни жаңа шешімі бар екенін көзі жеткен кезде клиент сол шешімді зерттеу ниетінде сізге жазады. Түсінесіздер ма? Яғни көреді, ол айтады, бізде не целевой аудитория келіп жатыр, лидтарымыз қымбаттап кетіп жатыр. И сіздің офферіңізде көреді, ол оказывается басқа бір жолы бар екенін. И ол таргетолог қызметін зерттеп келмейді, ол осы шешімді зерттеп келеді. Ол не бар, қандай методтар қолданған, қандай ресурс керек, не істеген, не қойған. И сіз сол нәрсені беретін болсаңыз, міне осы жерде біз сата аламыз қалаған шегімізге. Сондықтан да өтімді оффер, сіздің офферіңізден кейін клиентіңіз не сұрап, не іздеп келеді, соны ойласаңыздар, өздеріңіз түсінесіздер. Сіздің офферіңіз мейма ма, жоқ әлде өтімді болып тұр ма? Содан кейін бар, достар, не бар? Мысалы, мына офферге қарайық. Бұл кәдімгідей жаңағы дұрыс офферлермен жасалынған варианттың біреуі деп айтсақ болады. Мысалы, кәсіпкерлерге арналған оффер. Суық аудиторияға 300 000 теңгелік чектегі техниканы 7% конверсиямен сату воронкасы. Бұл жерде бәлкім сіздерге түсініксіз болады, егер түсініксіз болса, бәлкім сіздерге әлі де өсу керек деген секілді бірде сұрақ бар. Бірақ кәсіпкерлер 7% конверсия деген сөзді өте жақсы түсінеді, опытты кәсіпкер. Ал новичоктар түсінбейді. А вот 300 000 чектегі техниканы, яғни тауарный бизнесті суық аудиторияға сату, бұл көп кәсіпкерлердің қалауы негізінен. Олар бізде продажа болмай кетті деген жалпылама больдан гөрі осы больды жақсырақ негізі түсінеді. Мысалы, ал егер біздің сегментіміз, біз эксперттермен, инфобизнесмендер жұмыс жасағымыз келетін болса, офферімізде кәдімгі нақтылықты қолданамыз. Яғни әрқайсында әртүрлі не қолданып тұр, достар, яғни формулада. Мына жерде нақтылық бар. Кейс, вебинар, яғни какой-то сіздің нәтижеңіз. Бюджет $2000 кетті, 3 күнде 6000 переход, сайттың конверсиясы 80%. Бұны оқыған адам просто қайтса, вот, тоже захотят, бір сөзбен айтқан кезде 80% конверсияны да. Вебинарға кіргендер 2000, а вебинарға көп жағдайда адамдар таргетпен алып келеді, бот қосады, сайт қосады, чатта, телеграм каналда 1045 адам отырады, бірақ вебинарға кіргендердің саны өте санаулы болады да. Барлық бюджет сілейіп келеді. Сондықтан да бұлардың бұл үлкен проблемасының шешімі. Сосын астында уже call to action жазылып тұр, связканы под ключ жасаймын. Яғни уже бұл, мысалы қараңыздар, менің именно осындай қызметтерім бар, инфобизнесмендерге арналған, ол 1 200 000 теңге тұрады под ключ. И бұны төлеуге дайын болады кәсіпкерлер негізі, эксперттер. Неге? Өйткені бұл оларға өте жақсы пайда алып келеді. Сосын барып енді новичок бизнесмендер бар, мысалы
егер сіздер енді ойбай вебинарға үлкен кәсіпкерлерге какой-то конверсия, воронка деген әңгімелермен істей алмаймын десеңіздер, новичок бизнесмендерді қараңыздар, бірақ оларға әдемі ұсыныс жасау керек та. Яғни көп новичок кәсіпкерлердің ойы неде жүреді? Мен таргетті оқып алайын ба екен, таргетті жалдайын ба екен деген секілді ойда жүргені, таргетті оқып алайын ба, әлде таргетолог жалдайын ба деп бас қатырып жүрсең, 2 в 1 қызметі. 100 000 теңгеге таргетті оқытып, 1 ай тереңдетіп жіберіп берем. Таргетінді жіберіп берем. Яғни сіз 1 ай бойы таргетін жібересіз, ол еще параллельно оған үйретеді, чтобы ары қарай өзі жүріп кету үшін. Выгодно ма? Выгодно. Адамдар уже не істейді? Бұл жерде бағасы да бар, жалпылама қандай выгода алатыны да бар. И не істейді? Уже келген кезде сізден бағаңызды сұрап жоқ болып кетпейді, тереңірек, мынаны үйретесіз ба, мынаны үйретесіз ба, қалай болады, офлайн бола ма, онлайн бола ма деген секілді сұрақтармен қызығады. Бұл жерде біздің кликтің бағасы кішкене қымбаттау шығуы мүмкін, бірақ бастысы не, достар? Бізге лид әкелу емес, арзан. Бастысы продажа жасау. Ал енді, достар, мен осы тегін сабақтың ішінде құпия бонус берем дегенмін. Яғни таргетологқа клиент әкелетін дайын 21 оффер жазып қойдым. Яғни әртүрлі мақсатта консультацияға, айлық клиентке, подписка жинауға деген секілді. Сол гайдымызды алғыңыз келетін болса, осы менің Instagram дайректіме осы құпия сөз жазыңыздар, таргет 2025. Прям бірдей қылып жазыңыздар, достар, өйткені қате жазсаңыздар, бәлкім бот түсінбей қалады, мен жібермеймін ол нәрсені, біліңіздер. Енді ары қарай кетейік. Енді осылай оффер жазу, мен сіздерге оффердің мысалдарын келтірдім. В принципе, жазсаңыздар, әдемі целевой клиенттер келеді. Енді осылай оффер жазу барлық проблеманы шешпейді, достар. Неге десеңіздер, көп жағдайда не істейміз біз? Оффер өтімді болса болды, WhatsApp-қа келген клиентке әйтеуір бір нәрсе істеп, сату техникалармен, білмеймін, тағы да қалай сөйлесу керек, не істеу керек, сол нәрсені істеп, артынан қалмай сатып жібереміз деп ойлайды. Негізі жоқ, достар. Оффер өте жақсы рөл атқарады бізге целевой аудиторияны келу. Бірақ ол целевой аудиториямен біз дұрыс жұмыс жасай алсақ, реттілікпен жайлап беріп, үлкен қарбыз аузына бұл сеткізіп тығып тастап, давай тәтті ма деген секілді сұрақ қоймай, қарбызды кесіп, яғни бұл не деген сөз? Ақпаратта жаймен ретімен әдемілеп беру деген сөз, достар. Сол кезде ғана не істейміз, достар, біз айлық клиенттерімізді тауып үлкен чекке сатып басталамыз. Сондықтан да таргетолог өзіңізге клиент тапқыңыз келе ма, офферді дұрыс жазалу өте маңызды. Анда 30% жеңілдік таргетолог іздеп жүрсіз ба деген офферлерді болды, ұмыттыңыздар. Онда оффер жаздыңыз ба, 1-2 күндік клиентке разы болып қаласыздар да. Сосын барып, әрине воронка құрып, соған таргетті қосу өте маңызды оффер жазғаннан кейін. Жай ғана таргет қосып WhatsApp-та бәрін қатырам деген емес. Воронкамен, стратегиямен жұмыс жасау өте маңызды. Онсыз жіберілген таргет, мен сіздерге 90% слив болады. Сондықтан таргетолог өзіне таргетпен клиент таба алмай қиналады. Ойлайды, WhatsApp-қа келсе болды деп. Мысалы, қараңыздар, воронка деп мен нені айтып жатырмын, Воронка деп таргетті қостыңыз, ең оңай, шығынсыз воронка, ол мысалы пост карусель жасадыңыз, фотолар жылжытып. Ол жерде кәдімгідей сіз толыққанды бір мәселені шешімін нақты этапта көрсетіп жатсыз деген секілді. Ал посттың соңында сіз қандай бір әрекетке шақырасыз. Қандай әрекетке шақыруыңыз мүмкін? Консультацияға жазылу, оффер жазып беремін, блоктан шығарып беремін, бір рет таргеттің настройкасын жасап беремін деген секілді мини чектегі бір немесе тіпті тегін қызметіңе шақыру. Яғни адамдардың ниеті айлық қызметіңді алу емес, осы оффер жазып берсе екен деген секілді ниетпен келеді да, бір сөзбен айтқан кезде. Сол жерде сен өзіңнің эксперттілігіңді көрсетіп, адами құндылықтарыңды көрсетіп, адаммен сөйлесіп, жақындасып, не істей аламыз, достар, жеке жұмыста үлкен шектегі қызметімізді ұсына аламыз. Немесе ол жерде айлық қызметіміз болсын, обучениеміз болсын, менторлығымыз болсын, кез келген нәрсені ұсынып бастауымызға болады, достар. Енді бұл ең қарапайым воронкалардың біреуі. Мен сіздерге сразу көрсетіп жатырмын воронканы. Осының өте көп түрлері бар, және де әр воронканың, мысалы бір ғана воронка бар, осының 5-6 стратегиялық подходын жасауға болады. Яғни клиентке қандай триггер етеміз, қалай оған ұсынамыз деген секілді моменттерді. Жалпы осындай бір воронкада 10 адам айталық сізден консультация алуға жазылды, консультацияңызға келді делік.
соның бір екеуі сіздің айлық қызметіңізді немесе үлкен шектегі өніміңізді алып жатса, бұл негізі жақсы нәтиже болып саналады. Яғни 10-нан 10-на сатуым керек деген андай ой болса, как раз өздеріңіз қиналып қаласыздар, иә достар. Енді воронка, жаңағы мына көрсетіп отырған схема, бұл қаңқасы. Ал стратегия деген сөз, қандай текст жазамын, қандай триггер қолданамын, клиент дәл қазір сатып алу үшін мен қандай дожим жасай аламын, қандай баға беремін, қандай возражениені жабуым керек, қандай кейсті келтіруім керек бәлкім деген сұрақтарға жауап беру арқылы воронканың етін құрайды негізі. Яғни воронка в основном көпшілік адамдарда бірдей негізі қаңқасы. Тек айырмашылықтары олардың неде достар, стратегиясында, адамдардың подходында. Сондықтан да осы стратегияның арқасында мен қазір 400 миллионнан жуық достар астам продаж жасадық. Ойлаңыздаршы, 4 жылда. Айлық қызметі 1.200.000-ға өсті. Мен негізі тет-а-тет сатудан негізі ұяламын. Білмеймін, офлайн бір магазинге, техниканың, киімнің магазинге апарсам, мен принципе сата алмаймын негізден. Принцип продаж жасай алмаймын. Сатпай сатқаны жақсы көремін. Себебі тікелей сатуға менің негізі екемін жоқ адамның біреуімін негізі. Сол үшін де мен стратегиялық подходты қолданамын. Стратегия мен үшін негізі сатып береді. Өзі пост арқылы, какой-то бот арқылы, қандай да бір эфирлер, қандай да бір рилстар арқылы, в принципе, менің үлкен шектегі өнімдерім сатылады, достар. Таргетолог өзіңе клиент табуда, үлкен чекке сатуда мен қолданатын стратегия мен воронканы үйренген келсе, мен сізді негізі мини курсқа шақырамын. Үлкен бір курс емес, үлкен чектегі. Просто мини курс, бірақ курстың программасы негізі кәдімгі толыққанды бір курстың программасы секілді. Яғни 2 модульден тұрады. Бірінші модулінде біз клиент әкелетін дайын стратегияны беремін. Яғни қандай өнім сатамыз, өнімнің матрицасы, баға қою формуласы, қандай дайын стратегиялық схемалар бар, стратегияға сай аудиторияның А сегментін таңдау, стратегия бойынша контент план қалай құрылады, яғни Инстаграмда не айтам деген нәрсе барлығы стратегияға сай болмаса ауаға кетеді негізі. Инстаграмыңыз бір жаққа, таргетіңіз бір жаққа, стратегияңыз басқа жаққа тартып атса, стратегия воронка қолданғаннан тоже самое пайда болмайды. Сондықтан оларды біріктіріп жұмыс жасата алуымыз керек. Сондықтан да стратегияға сай контент план құруды да көрсететін боламын. Сатылым әкелетін триггер мен стимулдар өте маңызды. Мен әрқашанда бір продаж жасайтын болсам, 2-3 триггерді нақтылаймын да, сонымен өте көп қолданамын барлық жерде. Сосын стратегия бойынша таргетті қалай қосу керек, сол нәрсенде мини курста мен сіздерге үйретемін. Ал екінші модульде уже стратегияға сай воронка. Көріп тұрғандарыңыздай, воронка құрылып, үстіне стратегия құрмайды. Бірінші стратегия құрылады, сосын барып воронка. Соған сай 2-3 воронка, бәлкім бір ғана воронка біз таңдап жұмыс жасайтын боламыз. Енді воронканың мен сіздерге қиян бір навороченный нәрселерді үйретпеймін. Оңай әрі шығынсыз 3 түрін көрсетемін, өздеріңізге ұнағанын таңдап жасайтын боласыздар. Воронкадағы прогревтерді көрсетемін, воронканың бюджетін есептей алуымыз керек, таргеттің бюджетті есептей алуымыз керек, чат-бот вообще сіздерге керек па, керек емес па, қашан қосу керек, барлығын осы мини курста үйреніп шыға аласыздар, достар. Мини курс жалпы 2 күн тікелей эфирде өтеді. Сабақтар бізде 3 айға сақталады, қалағаныңызша көре аласыздар. Бағасы негізі 10.000 теңге. Бірақ 7.500 теңгеге алу мүмкіндігі бар. Қалай десеңіздер, осы YouTube-тағы тегін сабақпен өздеріңіз сториздеріңізде бөлісіңіздер. Не ұнады, қандай ақпарат алдыңыздар, жаза кетіңіздер, және де мені міндетті түрде белгілеңіздер, өйткені мен көруім керек, белгілегендеріңізді. Сол сториздеріңіз скриндарын біздің менеджерға жазсаңыздар, сіздерге осындай 25% жеңілдік жасап береді, достар. Ал сторизді қалай оформление жасаймын деген білмей жатсаңыздар, осы видеоның описаниясында дайын баннерлерді жүктеп алсаңыз болады. Ал енді мини курсқа жазылу үшін, достар, көмекшім Айданаға WhatsApp-қа жаза аласыздар. Барлық сұрақтарыңызға жауап беріп, төлем жасауда көмектеседі және доступты беріп отыратын болады. То же самое WhatsApp-қа тікелей сілтеме видеоның астында болады. Ал достар, бүгінгі сабақтан не түсіндіңіздер, комментарийда бөлісіп отырыңыздар. Сабақ ұнаған болса, комментарийда бөлісіп отырыңыздар. Ал сіздермен мини курста және де өзімнің парақшамда көріскенше.